Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен творожный запеканка жасаймыз. Видеом ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Қажет заттардың мөлшерін описанияға қалдырамын. Бізге творог қажет болады, ұн, қант, разрыхитель, қопсытқыш, 3 жұмыртқа және бөлме температурасындағы сүт. Бірінші жұмыртқаларымызды сарысын ағынан осылай бөліп аламыз. Ағын бөлек, сарысын творогымызға қосамыз. Видеода көргендеріңізді бөліп алыңыздар барлығын. Осылай екеуін бөліп алдық. Енді кезекте творогтың үстіне 3 қасық қант қосамыз. Тәтті болған қаласаңыздар, көбірек қоссаңыздар болады. Сосын барлығын жақсылап араластырып аламыз. Творог менде үйтікі. Сосын үстінен ұн себеміз. 3 ас қасық ұн қостым мен. Сосын разрыхителімізді қосамыз, яғни қопсытқыш. Және бөлме температурасындағы жылы сүтімізді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Миксермен емес, тек қолмен араластырыңыздар. Сосын жұмыртқамыздың ағын бөлек миксерлеп аламыз. Осылай ақ көбікше болғанша миксерлейсіздер. Сосын жаңа творогымыздың үстіне салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай масса шықты. Енді оны табамызға салып, астына пергамент қағазын төсеңіздер. Сосын 180 градус духовкада 40-45 минут пісіресіздер. Осындай болып шығады. Мен бұны әсемдік үшін қолданамын. Сіздер жасамасаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай творожный запеканканы. Дәмі өте нәзік болады. Видеом ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін.